төртінші мұнай өңдеу зауытын салу туралы жыр болған проекті болды ғой. Енді осы жоба жалпы жүзеге аса ма, әлде тағы да бір кейінге шегеру қарастырылып отыр ма? Осының бір нақты жауабын айтыңызшы. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Осы сұраққа нақты жауап беремін. Иә, төртінші завод іске асырылады. Қазіргі таңда техникалық, экономикалық негіздемелер жұмыстануда. Әсіресе Самұрық қазына ұлттық қоры қазір осы жұмыстарды, осы бағытта жұмысын жүргізіп жатыр. Осы жылдың аяғына дейін нақты шешім қабылданады. Қазіргі таңда біз қай жерде алаңын біз таңдап жатырмыз, ол Маңғыстау облысы, Атырау облысы, Ұлытау облысы немесе оңтүстік Қазақстанда орналасатынды қазір оның бәрін таңдап отырмыз және зерттеп отырмыз. Оған қоса қарағанда бізге және электроэнергияның көздері, су көздері, тағы да басқа көздерін, қажеттіліктерін бәрін қазір айқындап отырмыз. Рахмет. Дедлайн бар ма, бір нақты міне осы кезде ашылады, салынады? Негізі осы жобаны іске асыру үшін 3 немесе 4 жыл керек. Ол техникалық, экономикалық негіздеме және жобалық құжаттамаларды, оған қосымша құрылыс жұмыстарын жүргізуге осы уақытында қарай 4 жылдың шамасында асыратын болады.